Ғани Бейсен. Қанаш бала. Жаңа ғана қоңырау соққан Қанағаттың даусын естігенде қатты қуандым. Ғанеке, сырқаттанып қалыпсыз, тезде сауығып кетіңіз. Астанадан келе жатып, Қарлығаштың үйіне жолай соққанмын ғой. Жағдайыңызды естіп, хабарласып тұрмын. Мен Қанағатпын, дейді. Жазбай таныдым бауырым деп жалпы жағдай сұрастық. Өзінің асығыс екенін, таңмен ауылға жүретінін, Алла қаласа жақында тағы да бас сұғатынын айтып тарастық. Сонау 1987 жылы біздің ауыл қара жамылғаны бар. Жеңіл көлікпен КамАЗға соққан бір үйдің 3 бірдей адамы тіл тартпай кетті. Сол көліктің ішінде 11 жасар осы Қанағатта болған. Құдай сақтап бір өзі аман қалды. Бірақ оқыстан келген ажал әкесі Сағадат пен шешесі Мәрияшты, сосын ақыл есі кемістеу ағасын қоса жалмап кетті. Сөйтіп осы Қанағат қу жетім боп қалды. Өлгеннің артынан өлмек жоқ, шулаған ел жаназасын шығарып, рәсімдеп, Қанағатты апарып, ағасы Талғатқа табыстады. Сөйтіп мұны Сағадаттың туған інісі Талғат бауырына басты. Біз осы бауырына басты деп жатамыз, бірақ мен өзім баспағанның тікелей куәсімін. Тап қазір айтқым келгені де сол. Мен ол кезде 5 класста оқимын. Бұл менен бір жас кіші, 4 класста оқиды. Біздің үйдің арасын бөліп тұрған көше ғана бар. Бір күні мектептен келіп құс атып жүргенбіз. Ол заманда рогатка деген бар. Ағашта отырған торғайды жайратып саламыз. Сөйтіп, осының үйінің алдындағы талға келдік. Сонда осы Қанағаттың шырқырап шыққан даусын естіп тұра қаштық. Сол қашумен кеп мен үйге кіріп, өзі сырқаттанып жатқан анама жалына бастадым. Қанашты біреу ұрып жатыр, араша түсіңізші деймін. Басы ауырып, дене қызуы барын айтқан анам бара қоймады. Мүмкін барғысы келмеген шығар. Содан атып шығып көшеге шықтым. Сондағы ойым, біреу жарым өткен қайтқан үлкен адам көрсем, Қанашқа араша болыңызшы деп сұрамақпын. Онымен қайнаған ыстықта көше кезген ешкім көріне қоймады. Ал шырылдап жылаған бала даусы басыла қоймады. Тіпті осы күні де есіме түссе құлағымнан кетпейді. Содан амалым құрып, мен сол үйге қарай жүгірдім. Кәдімгідей мұны біреу сабап жатыр. Бұл шырқырап кеп жылайды. Шыдамай кеттім. Қақпаны 2-3 рет текпілеп үйге қарай қаша жөнелдім. Бірақ мұның еңіреп жылағаны бәрібір басылмады. Сонда мен үйге кіріп анама тағы да жалынбақшы болдым. Өзі де сезсе керек, аяғына галошын киіп шыққалы жатыр екен. Күрсініп алып алдыма түсіп жүріп отырды. Соңынан мен ілестім. Тіке кеп қақпадан кіріп барды. Соңынан сығалап қарап тұрмын. Сыртқы есікті ашқанда террассада жылап тұрған осы Қанаш көрінді. Сұмдық екен, оң қолынан жіппен байлап қойыпты. Мұны көргенде мен де жылап террассаға кірдім. Сөйтіп қолын шеше бастадым. Ескі плитаға қолынан жіппен байлап қойыпты. Ішке кірген анам келінге ұрсып жатты. Мен мұның қолын шешуге кірістім. О тоба, престің жібімен сондай байлаған, ұрған сайын бұл сорлы қашам деп жұлқына беріпті. Сөйтіп жіңішке жіп қолын қысып қалыпты. Өзім сонда жылап жүрмін, бірақ әупірімдеп жүріп жіпті тістеп қидым. Содан жетектеп алып үйге қарап қаша жөнелдім. Сөйтіп сол күні күн батқанша менің қасымда жүрді. Мамама айтып, жібермеңізші, біздің үйде жүре берсінші деп жалынатынмын. Бірақ Талғат аға келіп алып кететін. Бір күні тағы да сондай болды. Қорған ішіндегі туалет алдында мұны сабап жатыр. Бұл сытылып кете қоймай шырқырап әлек. Ал қолынан ұстап алған еңгезердей қатын құйрығынан шыбықпен ұрып жатыр. Көрінбейтін жерден тұрып ұсақ тастарды жаудырдым. Қатын оған мән берер емес. Шыбықтың шып-шып деп тиген даусы шығып жатыр. Соңында мен қақпаны теуіп ұра бастадым. Сонда ғана көкжал қатын баланы босатты. Қақпадан сығалап тұрмын ғой, қаштық деп айғайладым. Бұл зытып шықты. Екеуміз үйге барып, өксігімізді басып ойнадық. Айран іштік. Әйтеуір кешке Талғат аға келгенше бірге жүрдік. Сонда қарасам, бұл жерге отыра алмайды. Шыбықтың орны күлбіреп тұр. Айқайлап жылап мамама кірдім. Қанаш кетпесінші, біздің үйде қалсыншы деп құйрығын көрсеттім. Мамамның түрі бозарып кетті. Кешке әдеттегідей Талғат аға келгенде айғайлап берді. Еркексің ғой інім-ау, келінге қой десейші, бұл әлі бал емес пе?
Мынаны қараш, мынаны. Баланы мұншама ұруға бола ма екен, деп Қанаштың құйрығын көрсетті. Сонда менің есімде, болды апа, үйге барайын, үйтем деп кеткен ағамыз түк те істемеді. Өйткені Қанаш бала онан соңда 2-3 жыл таяқ жеп жүрді. Мен оның біразының тікелей куәсі болдым. Сонда мектеп басталғанда қатты тұрмаса да, каникул болды дегенше сойып салатын еді. Тіпті қатын басымен келіп бала аямайтын. Ол қатынға қой дейтін Талғат ағада қауқар жоқ, жүрген чорт еді. Сөйтіп жүріп маған ескірді. 8-ші ма оқып жүрмін, Талғат ағаның өз баласы Саматты өлім шығып сабап, сонан соң ғана басылды. Осымен қатар баласы, сонымен бұл бірдеңеге таласады. Бала ғой енді. Сонда қатын кеп өгей Қанашты сойып салады. Оның сырын түсініп алған соң қоямыз ба? Талғат ағаның баласын көшеде тәрбиелеп, көзінің отын алып қойдық. Сөйтіп жүргенде маған да, Қанашқа да ескірді. Таяқ жегені азайып, Қанашың зіңгіттей жігіт болды. Соңынан үйленіп, өз басына үйлі болып, мал ұстап, қойды 500-ге, жылқыны 100-ге жеткізді. Міне, сонда ғана Қанашта Қанаш, кімсің Қанашжан болды. Тап қазір Қанаш бауырым ешкімнен кем емес, ауылдағы алыптың бірі. Естуімше, өгей шеше осы Қанаштың қолында дейді. Өйткені өз баласы Самат араққа беріліп, бірнеше қатын алған. Нан таппайтын жалқау дейді. Қыз кісінікі деген бар, қыз әлде қашан күйеуге кеткен. Ал Талғат ағамыз осыдан 10 жылдай бұрын марқұм болып кетті. Жалғыз қалған өгей ана осы Қанаштың қолын паналап, құрдай жорғалап жүр деседі. Өмір алма кезек, өмір бумеранг дегені осы болса керек ағайын.